Ит қалай пайда болды? Тәңіріс адамды топырақтан жаратып, оны періштелерге тамашалауды бұйырады. Ол кезде Ібіліс періштелердің ұстазы еді. Ол адамның қарнын ұрып көріп еді, бос балшықтың дыңғырлаған дыбысы шығады. Ібіліс марсиып, іші дыңғырлаған қуыс екен. Мақтанғанды жақсы көреді. Мұның түбіне осы мақтан сүйгіштігі жетеді деп қарына түпіріп жібереді. Жаппарқақ Жәбірейілге бұйырып, ана зізілдің түпірігі тиген жерді қыршып алып таста дейді. Жәбірейіл адамның қарынан бір шөкім топырақты ойып алады. Ойылған жері қазіргі кіндіктің орны екен. Құдай тағала бір шөкім топырақты илеп, одан итті жаратыпты. Осыдан бастап итке 3 түрлі мінез дариды. Бірі шайтани, бірі адами, бірі періштеніңкі. Шайтани мінез Ібілістің түпірігінен пайда болады. Сондықтан ит өте сезгіш келеді. Күндіз түн деп айырмайды. Бірдей біледі, бірдей көреді. Арамды да жейді, нәжістен де жиіркенбейді. Құтырса иесінде қауіп алады. Адами мінез адам атадан жығады. Себебі адамның кіндік топырағынан жаралады. Сондықтан адамды бауыр көреді. Жанашыр жақынына балайды, еркелейді, қалмайды, ереді. Осы үйдің баласы көп болса екен. Балалар болса бет-аузын жалар едім, құйған тамағын жередім, еркелеп ойнар едім деп тілейді. Сол үшін адамдар итті жақсы көреді. Періште мінез Жәбірейілден дарыпты. Топырақты қыршып алғанда оның саусақтары тиеді. Сондықтан ит қожайыннан дос көреді. Ас бермесе де кетпейді. Күн-түн егесінің күзетінде жүреді. Малын, жанын сақтайды. Қандай қорлық тартса да арамды ойламайды. Неше күн аш жүрсе де егесіне ренжімейді. Итке ас берсе, періштелер риза болады екен. Итті тепсең, арысыңды тебесің деген ырым тиымдар да айтылады. Иттің шарапаты. Бір заманда Ғайса пайғамбар моланың жанынан өтіп бара жатып, қабірдегі әруақтарды көреді. Олар жиналып, жақсы сұхбат құрып отыр екен. Ішінде бір әруақ басы салбырап, көңілсіз отырады. Ғайса, сенің неге көңіл күйің жоқ? Басқалары бүгін шат-шадымен отыр ғой дейді. Олардың ұрпағы ата-анасын еске алып, дұға жасапты, садақа таратты. Мені ешкім есіне де алмады дейді. Сонда Ғайса, артыңда тұяқ қалып еді деп сұрайды. Бір балам бар, бірақ оның жағдайы жоқ дейді. Ғайса ертесіне ол баланы іздеп табады. Ол бір асханада ыдыс жуады екен. Ғайса оған: о дүниеде әкеңнің ахуалы нашар. Әкеңе дұға жасап, артынан садақа бер дейді. Бала: шамам жетпейді, күн көрісім қиын дейді. Бір амалын жаса, Тәңірім ниетке береді. Итке жуынды берсең де садақа деп Ғайса кеңес береді. Бала садақа бермекке ниет етеді. Сол күні кешке асханада қалған қиқым қалдықпен жуындыны жинайды. Аулада жатқан қотыр итке тамақ етіп береді. Ит тойған соң аспанға қарап ұлиды. Біраз уақыт өткен соң Ғайса моладағы әруақтарды тағы да көреді. Бәрі шат-шадымен екен. Ғайса бұрынғы әруаққа: бауырым, жағдайың түзелді ме деп сұрайды. Я, менің де соңынан қайырлы дұғалар жетті. Ұлым бір итке садақа беріпті. Иттің разылығынан менің де рухым шалқыды. Ұлыма дән ризамын депті. Осыдан соң баланың да ісі алға басып, жағдайы түзеліпті. Иттің жылы тоны. Озалта ит адамның кіндігінен жаралғасын, терісі түксіз, жалаңаш болыпты. Әлемсақта адамды қорғап жанында тұрады екен. Бір күні адамға қастық етуге Ібіліс келеді. Ит оған тап беріп
жанына жолатпайды. Әзәзіл итке ашуланып, қаһарын төгеді. Қаһары аязға айналып, ит тоңып өледі. Тәңір тағала иттің бұл ерлігіне риза болады. Оны қайта тірілтіп, денесін жүні қалың терімен қаптайды. Ит содан бастап суыққа тоңбайтын болыпты. Бірақ жылыт оны денесінен ауа өткізбейді екен. Сондықтан ит терлегенде терді аузынан шығарады. Тілінің үнемі салақтап жүруі осыдан екен. Ит ең бірінші адам атаның серігі болыпты. Бір күні жауын қатты жауып, арты селге айналады. Адам ата мен Хауананың үйін су басады. Олар үйдегі затты құрғақ жерге тасып жүргенде, қамбадағы бидайы суға ағып кетіпті. Адам ата не істерін білмей тұрып қалады. Сол кезде ит суға қарғып түсіп, бір уыс масақты тістеп алып шығады. Келер көктемде сол масақты егіп, мол бидай алған екен. Иттің арқасында бидай осы күнге аман жетіпті. Итті сабауға, ұруға, себепсіз өлтіруге болмайды. Итті қорлап азаптаған адамды кие атады дегенде тыйымдар бар екен. Иттің ырыздығы. Ертеде бидайдың дәні сабағының түбінен босап, ұшар басына дейін салған екен. Молшылық жылдары ел жұрт астықты аяқ асты етіпті. Бір әйел дәрет сындырып, баласының құйрығын бидайдың масағымен сүртеді. Оның надан ісіне ренжіген Құдай елге жұт жібереді. Бидайдың масағы кетіп, сабаны қалады. Астың кепеті атып, жұрт ашаршылыққа ұшырайды. Сол кезде ит ұлып, «Уа жасаған, менің несібемді қалдыра көр» деп жалынады. Әділетті Алла итке жан ашып, «Болсын» дейді де, бидайдың басына кішкене масақ бітеді. Жұрт иттің несібесін бөлісіп жеп қана жұттан аман қалыпты. Ит содан бастап 7 қазынаға кіріпті. Бидай дәнінің сабақтың ұшар басына ғана бітетіні осы оқиғадан екен. Оны иттің ырыздығы деп атайды. Жамандыққа жақсылық. Баяғыда бір жігіттің кәрі төбеті болыпты. Ол бұл итке несіне тамақ беремін? Әбден қартайды, тіпті үріп, жүгіре де алмайды. Одан да суға батырып өлтіре салайын деп ойлайды. Сөйтіп төбетін сүйреп, өзенге келеді. Қайыққа мініп, өзеннің ортасына жетеді де, итті лақтырып жібереді. Кәрі иті малтығып, бірі батып, бірі шығып қиналып жатады. Жігіт оған қарамайды. Қайығын айдап кейін қайтады. Кенет тосынан дауыл тұрып, мұның қайығын аударып түседі. Жігіт суға құлайды. Өзеннің ағысы оны іліп, суға батырып әкетіп бара жатады. Егесін көріп, кәрі төбет көмекке ұмтылады. Ағысқа қарсы жылдам жүзіп, жанына жетіп барады да, киімінен сүйреп, жағаға алып шығады. Осылайша жігіт кәрі иттің арқасында тірі шыққан екен. Жамандыққа жақсылық жасау иттен өнеге болып қалыптасыпты. Итті тепсең, үйіңнің киесі мен берекесі кетеді деген ырым бар. Ақыретте егесі қиналып жатса, ит қынсылап Құдайдан шарапат сұрайды екен. Тозақ отын құйрығымен сабалап өшіреді деседі. Сондықтан иттің құйрығын кеспе дейтін де тыйым бар екен.